Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай ірімшікті шариктермен бөлісетін болам. Бізге керегі 200 грамм комо сыры және 50 грамм ұн, бір жұмыртқа. Сырымызды үккіштен өткіземіз, майдалап. Міне мен өткізіп болдым. Осындай ірімшіктер пайда болды. Енді мен бұған ұнымыз бен жұмыртқамызды қосып, жақсылап, бәрі біріккенше илеймін. Басқа ұн және жұмыртқа қосудың қажеті жоқ. Осылай қолға жабыспайтын біркелкі ірімшіктер пайда болады. Міне осындай үстіп жақсылап илеп аламыз. Осындай ірімшіктер, біріккен ірімшіктер пайда болды. Енді мен бұларды 15 граммнан шариктерді істейтін болам. 15 және 20 граммнан істесеңіздер де болады, ол өз еркілеріңізде. Осындай шариктер пайда болды. Енді мен бұларды қызып тұрған майға қуырып аламын. Мына жерде кішкене жабысып қалды қазанға. Бұл жерді аккуратно майдың ішіне түсіріп аламын. Бір есте сақтайтын нәрсе, бұл жерде тез пісіріп алмаймыз. Себебі шариктердің іші піспей қалуы мүмкін. Кішкене 5 минуттай қызарғанша оттың астын жай қойып, қатты жай емес, орта отта пісіріп аламыз. Қып-қызыл әдемі болғанша пісіреміз. Менде осылай қызарды. Енді бұларды сүзіп аламын сүзгішпен. Осындай шариктер пайда болды. Астарыңыз дәмді болсын.